Ассалаумағалейкум құрметті достар. Қытай елінен Гербест интернет-магазин кезекті тапсырыс. Бұл жолы келген неке мынандай Xiaomi компаниясының құлаққабы, яғни наушник. Бұл жаңағы Xiaomi фирмасының Piston деген атақты наушниктердің келесі поколениясы деп айтса да болады. Бұл Xiaomi гибрид, яғни аты айтып тұрғандай құлақтың ішіне тығылатын және жай ғана құлаққа келетін және құлақтың ішіне тығылатын наушниктердің қоспасы сияқты жасалған. Бір сөзбен айтқанда гибрид. Неке қорапшасы осындай. Ішінде несі екен? Бұның ішінде мінеке мынандай қосымша резиналары, және құлаққа келетін, яғни амбушюра дейді. Әзірге қажеті жоқ бізге, бізді басты қызықтыратын. Бұл да емес, бұл әншейін инструкциясы. Мінеке құлақ қабымыздың өзі осындай әдемі қорапшада салынған. Яғни бұл не үшін гибрид деп аталады? Гибрид деп аталатын себебі мінеке мына жағы құлақтың тесігіне ішіне дейін кіріп кетеді. Ал мына жағы мінеке кәдімгі наушник сияқты келеді деп айтылады. Бірақ енді мына қарапайым Piston 3 пен айырмашылығы онша жоқ. Екеуі почти бірдей. Мінеке кнопкасы осындай 3 кнопкасы бар. Дауыс азайтқыш, көбейткіш және ортасындағы стоп, пауза деген, және не болмаса қоңырау көтеру батырмасы. Бұл жерде микрофоны да бар өзінің. Және мынандай шнуры сырты мынандай өрілген, тоқылған деп айтсақ та болады. Жіппен. Наушниктің корпусы металдан жасалған. Мына жерде қарасаңыздар. HD аудио деген жазуы бар. Piston 3 пен салыстырып көретін болсақ, конструкциясы дәл сондай. Өте қатты айырмашылығы жоқ. Мына пульті де мынандай батырмаларында қатты айырмашылығы жоқ. Тек мына ортаңғы батырмасы, екі шетінде мынандай өзінің белгісі бар. Ұзындығы екеуінікі бірдей. Басындағы штекерлері де, дизайндары екеуінікі бірдей болып тұр. Шнурлары да бірдей, тоқылған оплеткасы дейміз. Бәрі бірдей. Тек конструкциясы ғана, наушниктің өзінің конструкциясы ғана сәл-сәл өзгешелеу. Енді айырмашылығын интернетте көрсеңіздер, біреуі осы гибрид жақсы дейді, біреуі Piston 3 жақсы дейді. Енді ол әркімнің өзінің дыбыс қабылдау қабілетіне байланысты деп ойлаймын өзім. Дегенмен екеуі де өзінің бағасына тұрарлық жақсы сапалы наушниктер деп айта аламын. Құрметті достарым, екі наушникті біраз тыңдап тексеріп көрдім. Мына Meizu Pro 6 смартфонның көмегімен. Бұл жерде екі наушник екі түрлі шығады дауысы. Мына өзім мүмкін мынаған Piston 3-ке үйреніп қалған соң болар. Бұның ең басты ерекшелігі, плюсы деп айтсақ болады, құлаққа ыңғайлы тұрады. Мына жерде мына жері үлкенірек болған соң ба, құлаққа ыңғайсыздау, қаттылау көрінеді. Ал енді звучание жағынан келетін болсақ, айтылу жағынан, мына Piston 3 бастары жұмсағырақ. Басы сәл аздау, мына жерде бас көп. Және шіңкілдеп шығатын дауыстары. Ол мына жерде көптеу. Мына жерде ең басты ерекшелігі ортаңғы жиілік дейді. Сол жоғарылақ. Өзім байқаған бойынша.
Енді бұл жерде егер сіздерге жаңағыдай бас көбірек керек болса, осы гибрид дұрыс деп ойлаймын. Бірақ гибридтің ұнамаған жері осы құлаққа кішкене ыңғайсыздау тұрады екен. Мүмкін енді ол әркімнің өзінің құлақ құрылысының ерекшелігіне байланысты шығар. Жалпы наушник ұнады. Мінекей достар, кішкене ғана осындай салыстырып өткенді жөн көрдім. Назар қойып осы видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.